Сәлематсыздар ма балалар? Бүгінгі дүниетану пәнінен тарауымыз адам өмірінде табиғат жағдайының алатын орны. Мақсаты ірі табиғи нысандардың тау, жазық, көлдер мен өзендер шаруашылыққа маңызын анықтау. Тау бұл жер бетінің айналасынан едәуір биік тұсы. Адамдар тауда, жазықта, өзен көл маңында, шөл далада, сусыз жерде де өмір сүре алады. Таудың табиғаты сұлу, жанға жайлы келеді. Сондықтан онда демалыс орындары салынады. Бұл аймақта адамдар ертеден егін шаруашылығымен айналысқан. Далаға егін егеді, жайылым жерге мал жаяды. Өзен көлдерден балық аулайды. Өсімдік өсіру үшін ылғал мен құнарлы топырақ керек. Мұндай табиғат жағдайы Қазақстанның солтүстігінде, оңтүстігі мен оңтүстік шығысында бар. Қазақстан таулары. Іле Алатауының ең биік жері Талғар шыңы. Хан Тәңірі, Шығыс Тянь-Шаньдағы шың, Қырғызстан мен Қазақстан, Алматы облысына таудың солтүстік батыс бөлігі қарайды және Қытай шекарасында. Батыс Тянь-Шань орталық Азиядағы тау жүйесі. Тянь-Шаньның батыс бөлігі. Оқжетпес Ақмола облысындағы Бурабай және Шабақты көлдерінің аралығындағы биік жартас. Қаратау жотасы оңтүстік Қазақстанда Сырдария өзенінің солтүстігінде орналасқан. Маңғыстаудағы ең биік тау Бесшоқы тауы 556 метр биіктікте. Шерғала қыраты Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы Шетпе ауылының жанында. Қазақстан аумағында ірілі ұсақты 85 мың өзен бар. Олардың ішінде 7 өзеннің Ертіс, Тобыл, Есіл, Жайық, Сырдария, Іле, Шу ұзындығы 1000 километрден асады. Қазақстанда 48262 көлдер бар. Соның ішінде ең ірі көлдер Каспий теңізі, Еуропа мен Азия аралығында орналасқан жер шарындағы ең үлкен тұйық көл. Балқаш Қазақстанның оңтүстік шығысындағы тұйық көл. Арал теңізі Қазақстан мен Өзбекстан шекарасында орналасқан ірі көл. Жазық бұл жер бетінің біркелкі тегіс болып келетін тұсы. Қазақстандағы ірі жазықтарға Ертіс, Есіл, Тобыл, Тұран жатады. Қазақстанның сусыз аймақтарында тұратын адамдар жыл бойы малының жайылымын екінші жерге ауыстырып отырған. Олар су табу үшін барған жерлерінде терең құдықтар қазған. Осылайша ата-бабаларымыз көшпелі мал шаруашылығымен айналысқан. Тапсырма. Қазақстанда тағы басқа қандай таулар бар? Сіз тұратын жерде қандай өзендер мен көлдер бар? Қосымша ғаламтордан өзендердің қай жерде орналасқаны туралы мағлұмат ал.